Үй жағдайында ПП пирожки жасаймыз. Дәмі өте керемет шығады. Қамыр илеп әуре болмайсыз. Қытырлап, дауысын тыңдаңыздар. Әрі құрамында өте қарапайым. Бізге ең бірінші керегі жуа. Дәл осылай турап аламыз. Содан кейін саңырауқұлақ қостым. Егер үй жағдайында болмаса, қоспасаңыз да болады. Қызып тұрған табаға екеуін бірге зәйтүн майына қызартып аласыз, жұмсарғанша 10-15 минут. Және дәміне қарай аздаған тұз саламыз. Және де ең басты керек картошканы қайнатып аламыз. Менде екеуінің өзі көпке жетеді. Және де осылай блендермен немесе шаншқымен езіп алсаңыз болады. Үстіне аз процентті аздаған сүт құйып, тағы да араластырамыз. Содан кейін дәміне қарай бұрыш және де тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қызарған жуа мен саңырауқұлақты дәл осылай дайындап қойған салмамыздың үстіне саламыз. Содан кейін бірге жақсылап араластырамыз. Алдын ала лавашымызды дайындаймыз. Дәл осылай ұзынша етіп, 4 бұрышты қылып кесіп қоямыз. Ішіне салмамызды салып, ораймыз. Формасын дәл осылай немесе өзіңіздің ойыңыздан шығарсаңыз болады. Пергамент қағаздың астын азғантай майлап, үстіне пирожкилерімізді қоямыз. Және де қытырлап пісу үшін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Және әсемдік үшін кунжут себеміз. 180 градуста 10-15 минут қызарғанша қойып алсаңыз болады. Дәмі қытырлап ып-ыстық күйінде дәмді шығады. Соңына дейін көрсеңіз, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. YouTube каналға тіркеле кетіңіз. Және де ең бірінші басты парақшаға тіркелуді де ұмытпаңыз. Бұл жерде өте дәмді ПП рецептер және керемет результаттар бар.